Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 48-ші сабақта біз құрама есептерді әртүрлі тәсілмен шығару тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырмада оқы және шығар дейді. Алматы маңындағы Шымбұлақ тау шаңғы демалыс аймағында 42 адам болды. Таудан 15 адам шаңғымен, ал 4 адам шанамен сырғанады. Таудан неше адам қалды дейді. Бұны біз екі тәсілмен шығарсақ болады. Бірінші тәсілде алдымен 15 адамға 4 адамды қосып, шанамен де шаңғымен де сырғанаған адамдардың санын тауып аламыз, 19. Енді барлығы 42 адамнан 19-ды алып тастаймыз. Сонда тауда 23 адам қалыпты. Енді бұның екінші тәсілі бар. Ол қандай? Ол бір өрнекпен шығару. Яғни 42-ден, барлық адамның санынан аламыз, шаңғы мен шанамен сырғанаған адамның санынан. Яғни 15-ке 4-ті қосып, осыны алып тастаймыз. Ол да 23 адам болады. Немесе үшінші тәсілде біз демалыс аймағындағы 42 адамнан алдымен шаңғымен сырғанаған 15 адамды аламыз, 42-ден 15 аламыз. Одан кейін сол шыққан саннан 27-ден 4 аламыз, сонда 23 адам болады. Сонда үш тәсілмен шығарсақ та, бұл есептің жауабы тауда 23 адам қалды деп жазамыз. Енді екінші тапсырманы қарайық. Алматыдағы медеу мұз айдынында 53 ересек адам және 27 бала конькимен сырғанап жүрді. Олардың 13-і демалуға отырды. Неше адам конькимен сырғанап жүр дейді. Және басқа тәсілмен шығарып көр дейді. Екі тәсілмен шығарайық, Қараңдар, берілген жазып аламыз, ересек 53, бала 27, отырғаны 13, жүргені қанша деп. Алдымен ересек балалармен барлық адамның санын шығарып алу үшін ересектер мен балалардың санын қосамыз. 53-ке 27-ні қосамыз. Сонда бұл 80 болады, Енді осы 80-нен 13-ті аламыз. Сонда 67 болады. Сонда 67 бала конькимен сырғанап жүрген, Енді екінші тәсілде қалай істейміз? Жақшаның ішіне 53 қосу 27 дейміз да, барлық бала адамның санынан 13-ті алып тастаймыз. Яғни бір өрнекпен шығарамыз. Сонда бұл екінші тәсілдің де жауабы 67 адам конькимен сырғанап жүр екен. Енді үшінші тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендіріп жазыңдар дейді. 80 сантиметр дегеніміз 8 дециметр, 2 метр дегеніміз 20 дециметр, 38 сантиметр дегеніміз 3 дециметр 8 сантиметр, ал 9 дециметр 5 сантиметр дегеніміз 95 сантиметр болады. Төртінші тапсырмада бізге теңдеулерді шешу берілген екен. А алу 17 тең 37 дейді. Яғни аны табу үшін 37-ге 17-ні қосамыз. Сонда 54 болады амыз. Енді аның орнына 54-ті қойып, есебіміз тексерейік. 54-тен 17-ні алсақ 37 болады. Теңдіктің мына жағда 37-ге тең. 25 қосу Б тең 25. Бұл жерде Б-ны табу үшін 25-тен 25-ті аламыз. Б 0-ге тең болады екен. Енді тексеріп көрейік. Теңдеуіміз теңесті, 63 алу К тең 0 дейді. К-ны табу үшін 63-тен 0-ді аламыз, сонда К-мыз 63-ке тең болады екен. Енді тексеріп көрейік, 63-тен 63-ті алсақ 0 болады. Бесінші тапсырмада амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер қор, олардың мәнін тап дейді. Бізге екі өрнек берілген, осы екі өрнектен біз бір өрнек орындалу реті бойынша қандай өрнек болғанын жазуымыз керек екен. Яғни 32-ке 47-ні қосып көрейік. 32-ке 47-ні қосатын болсақ, ол 79 болды, Енді астына қарайық. Ол 79-дан 48 алып тұр екен. Сонда бұл өрнегіміз 32 мен 47 сандарының қосындысынан 48-ді азайту. Сонда ол өрнек 31-ге тең болады екен. Одан кейін қараңдар, 67 алу 49 дейді. 67-тен 49-ды алып көрейік, 18 болады, Сонда бұл 18-ден енді 5-ті алып тұр. Сонда бұл өрнегімізде 67 мен 49 сандарының айырмасынан 5 санын азайту өрнегі 13-ке тең болады екен. Одан кейін 66-ға 29-ды қосамыз, 97 болады, Енді сол 97-тен 95-ті алып тұр екен. Сонда бұл өрнегіміз 97 санынан 66 мен 29 сандарының қосындысын азайту болады. Сонда бұл өрнек 2-ге тең болады. Енді 6-шы тапсырмада құрама есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Туған жер тақырыбына арналған концертке 7 ұл және 8 қыз қатысты. Олардың 6-ы домбырамен, ал қалғандары жетіген аспабымен ән салды. Жетіген аспабымен неше бала ән салды дейді. Берілгені 7 ұл 8 қыз екен, домбыра 6, жетіген қанша дейді. Енді барлық баланың санын біліп алайық. 7-ге 8-ді қоссақ 15 болады. Енді осы 15 баланың 6-ы домбыра тартады екен. 15-тен 6-ны алсақ 9. Сонда қалған 9-ы жетіген аспабымен ән салған болып тұр ғой. Енді екінші
тәсілмен шығарайық. Ол екінші тәсілде жақшаның ішіне барлық балалардың қосындысын жазамыз, 7-ге 8 қосып, және осыдан 6-ны алып тастаймыз. Сонда ол да 9-ға тең болады. Сонда жауабы 7-ген аспабымен 9 бала ойнайды екен. Енді 7-ші тапсырмада жасырын сөзді тап дейді. Ол үшін өрнектердің мәнін өз суретімен қой, карточкалардағы әріптерден құралған сөзді оқы, бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің дейді. 34-тен 10-ды алсақ 24 болады. Т әріп екен. 19-ға 16-ны қосақ 35 болады. 25-ке 37-ні қосақ 62 болады. 33-ке 18-ді алсақ 15 болады. 78-ден 29-ды алсақ 49. 64-тен 17-ні қосақ 81. 83-тен 28-ді алсақ 55. 49-ға 15-ді қосақ 64 болады. Енді өсу ретімен қой дейді. Өсу ретімен қоятын болсақ, ата мекен деген сөз шығады екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.